Зұлқарнайын бір түні жолда кетіп бара жатып жасағына аяқтарыңа тиген нәрселер тегіс жинаңдар деп бұйырады. Қолбасшының әмірін естігенде әскерлердің бір тобы онсыз да көп жүріп шаршадық. Түннің бір уағында аяқ астындағы тастарды жинап, өзімізге жүк қып қайтеміз, ештеңе де жинамай қояйық деп бір ауыздан келісіп алғандай тырп етпейді. Екінші топ болса, қолбасшы бұйырған екен, ең болмаса азыздан болса да жинайық, әмірін тыңдамағанымыз жөн болмас деп азырақтан болса да жинайды. Ал үшінші топ, қолбасшы бекерден бекер бұндай әмір бермеген болар, не болса да бір білгені бар шығар деп бәрін көтергенше тиеп алады. Таң атқанда қараса, түнімен жүріп өткен жер алтыны көп жер болғандығын байқайды. Кешегі аяқтарының астындағы нәрселер сол күйі сом-сом алтын болғандығын білгенде, жерге иіліп еш нәрсе іліп алмаған бірінші топ, «Қап, әттеген-ай, қолбасшының сөзін тыңдамағанымызды қарашы, шіркін, ең құрығанда біреу болса да алғанымызда ғой» деп өкінішпен сан соғып қала береді. Азырақ алған екінші топ болса, бұдан да көбірек алмағанымызды қарашы, қойны-қоншымыздың бәрін де толтырып алатын жөніміз бар еді, деседі мұңайып. Ал көп алған үшінші топ болса, шіркін, керексіз заттар мен киім-кешектің бәрін тастап, ат-көліктің бәріне көтергенше бұдан да көп тиегенімізде ғой, деп өздерінің көп алғандарына қарамастан іштей көңіл толмайтындықтарын білдіреді. Міне, жоғарыдағы мысалдағыдай, ақыретте де адамдар арасында осы секілді көріністер жиі кездеседі. Кәпірлер шіркін, иманға келіп ең құрығанда мәңгілік тозақ отынан құтылып, түптің түбінде жұмаққа бара алғанымызда ғой, деп таусылмас өкінішпен сан соғады. Сауаптары азырақ болған мүміндер, шіркін, тіршілігімде көбірек сауапты іс жасауым керек еді десе, ал сауабы көп мүмін, шіркін, қазіргі дәрежеме одан да артық дәреже қосатын, көбірек намаз оқып, ораза ұстап, одан да көбірек сауап іс жасағанымда ғой деп өкініп қалады екен. Бұл мысалдан бәріміз сабақ алып, ақыретке дайындығымызды дұрыстайық ағайын.